Бисмиллахир-рахманир-рахим. Суретке фотоға түсуге бола ма? Бұрынғы ғасырларда суретке түсетін фотоаппарат жоқ кезде адамдар көбінесе суретті өз қолдарымен салып бейнелейтін. Ал бұл мәселеге мұсылман ғалымдарының көзқарасы әлі күнге шейін қатаң. Соңғы ғасырдағы техника мен технологиядағы жаңалықтар көптеген мәселелерді қайта қарауды қажет етті. Қазіргі дін ғалымдары фотоаппаратпен түскен суреттің шариғатқа ешқандай терістігі жоқ дейді. Өйткені фотоаппаратпен түскен сурет суға немесе айнаға қарағандағы шағылысқан бейне секілді. Суретке түсу ескерткіш салушы мен сурет салушының істерінен бөлек. Сондықтан харамдық шеңберіне кірмейді.